алтыншы сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Students Book Unit 8 Is there, are there тақырыбындағы жаттығуларын жасау жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 95, 95-ші бет. Сабақты бастамас бұрын, келесі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Now let's begin our lesson. Яғни бүгінгі сабақта біз балалар there is there қарумен пайдалана отырып сұрау сөйлем жасап және де оған жауап беруді үйренеміз. Now let's begin exercise 1. Complete the questions from exercise 5 on page 94. Then match the questions with answers A to C. Мынау бірінші жаттығуға берілген сөйлемдерді 94-ші беттегі 5-ші жаттығу бойынша толықтыр дейді және де жауаптармен сәйкестендіруіміз қажет. Exercise 1. Let's complete. Are there any interesting buildings? Ол жерде қандай да бір қызықты ғимараттар бар ма? Yes, there are. Next, how many parks are there? Ол жерде қанша парк бар? A, 3, 3. And the last one, is there a shopping center? Ол жерде сауда орталығы бар ма? C, no, there isn't. Жоқ. Деген сияқты жауап берсе болады екен. Next, exercise 2. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты таңдауымыз қажет, ереже құрастыру үшін. Exercise 2. We use any in questions. Any сөзін біз сұрау сөйлем жасау үшін қолданамыз. We use yes, there is and no, there isn't with singular nouns. Yes. Біз there is, yes, there is және no, there isn't деген жауаптарды тек қана жекеше түрдегі зат есімдермен қолданамыз. The third, we use yes, there are and no, there aren't with plural nouns. Yes, there are, no, there aren't деген жауапты біз көпше түрдегі зат есімдерде жауап беру үшін қолданамыз. Next, exercise 3. Complete the questions with is there, are there. Then ask and answer with a partner. Give short answers. Төмендегі берілген сұрау сөйлемдерді is there немесе are there құрылымдарымен толықтыруымыз қажет. Және де қысқа жауап бер дейді. For example, the first, яғни жекеше түрде is there, көпше түрде are there қолданамыз. Is there a park or garden in your town? Сенің қалашығыңда парк немесе бақша бар ма? Егер бар болса yes, there is, жоқ болса no, there isn't деп жауап бересіздер өзіңіздің қалаларыңыз бойынша. The second, are there any old buildings in your town? Сенің қалашығында қандай да бір көне ғимараттар бар ма? Бар болса yes, there are, жоқ болса no, there aren't деп жауап бересіз. The third, are there any mountains near your town? Сенің қалашығыңа жақын жерде қандай да бір таулар бар ма? Жауап бересіздер yes, there are, жоқ болмаса no, there aren't. The fourth, is there a river in your town? Сенің қалашығыңда өзен бар ма? Бар болса yes, there is, жоқ болса no, there isn't. The fifth, are there any places for young people where you live? Сен тұратын жерде жастарға арналған жерлер бар ма, яғни демалатын орындар бар ма? Бар болса yes, there are, жоқ болса no, there aren't. The sixth, are there any shops near your school? Сенің мектебіңе жақын жерде қандай да бір дүкендер бар ма? Бар болса yes, there are, жоқ болса no, there aren't. Next, the seventh, how many restaurants are there in your town? Сенің қалашығыңда қанша ресторан бар? Яғни бұл жерде қысқаша сан жазсаңыздар болады, қанша екен мысалы. 3 болса 3, 4 болса 4 деп немесе толық жауап берсеңіздер болады. There are 3 restaurants in my town деген сияқты. Next, the eighth, how many houses are there in your street? Сенің көшеңде қанша үй бар? Қысқаша санмен жауап берсеңіз болады, немесе there are осынша houses in my street деп жауап берсеңіз болады. Next, says for put the key phrases in order. Төмендегі берілген фразаларды ретімен орналастыруымыз қажет. No дегеніміз жоқ, yes, no. Next, only one, тек бір. One or two,
бір немесе екі. A lot of көптеген, lots of өте көп деген мағынаны білдіреді. Next exercise 5. Think about your ideal place to live. Is it a town or a village? Write 6 sentences with there is, there are, and the key phrases in exercise 4. Use the phrases in the box and your own ideas. Yani төмендегі берілген сөздерді пайдалана отырып, немесе өзіңіз ойдан шығарсаңыз болады. Сіз өмір сүретін идеальный дейді ғой, жердің сипаттап жазуыңыз қажет. 4-ші жаттығудағы мына фразаларды қолдан дейді. Қалай жасап болады? In my ideal place to live, there are a lot of modern schools. In my ideal place to live, there are 1 or 2 big forests. In my ideal place to live, there is only 1 river. In my ideal place to live, there is lots of parks. In my ideal place to live, there are no tall buildings деген сияқты сөйлем құрастырсаңыздар болады. Яғни бұл мысалға жаздым, болмаса өзіңіз құрастырсаңыздар болады. Яғни менің сөйлемдеріме қарап отырсақ, мысалы маған ауылды жерде өмір сүрген ұнайды екенес. Сізге немесе қалада өмір сүрген ұнайтын шығар. Қала бойынша сөйлемдер құрастырсаңыз болады, яғни. Next exercise 6. Ask your partner about their ideal place to live. How many of your ideas are there same? Use is there, are there, and how many. Яғни осы 5-ші жаттығудағы берілген нелер бойынша сөздерді пайдалана отырып, досыңа сұрақ қой дейді. Is there, are there құрылымын пайдалана отырып, немесе how many деген сөздерді пайдалана отырып, осы сұрақ қоя отырып, досыңның өмір сүретін жаңағы идеальный жерін туралы бірнеше сұрақ қойып біліп алуыңыз қажет. Осымен біз 95-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye. Келесі сабақ бізде describing places.